Қайырлы күн. Бүгін біз оқушылармен бірге Әбіш Кекілбаев атындағы ұлттық мұражайға барып қайттық. Бұл сапар балалар үшін ерекше әсер қалдырды. Олар өз көздерімен тарихи жәдігерлерді көріп, халқымыздың өткені, мәдениеті, байлығына терең бойлады. Мұражайда балаларға Әбіш Кекілбаевтың өмірі, шығармашылығы туралы қызықты мәліметтер айтылды. Оқушылар жазушының еңбектерін тыңдап, оның қазақ әдебиетіне қосқан үлесін сезіне білді. Көрмедегі әр бұрыш ұлт рухын танытатын қазына іспетті. Балалардың көзінен таңданыс пен қызығушылықты көру ең үлкен қуаныш. Осындай танымдық саяхаттар арқылы олар тек білім біліп қана қоймай, туған жеріне, халқына деген сүйіспеншілігін арттырады. Саяхат соңында балалар алған әсерлермен бөлісіп, сүйікті экспонаттарын атады. Бірі ескі қолжазбаларға қызықса, бірі суреттер мен тарихи фотоларды ерекше ұнатты. Бұндай сапарлар баланың ой өрісін кеңейтіп, рухани байлығын арттыратын тамаша мүмкіндік. Бүгінгі күн тарих пен танымның сабақтастығын сезінген мәнді күн болды. Саяхатымыздың келесі бөлігі Қабиболла Сыдиықов атындағы кітапхана. Кітапханаға барған кезде балаларды жылы жүзді кітапханашылар қарсы алды. Олар оқушыларға кітапхананың жұмысымен таныстырып, балаларға арналған қызықты кітаптар мен жаңа басылымдарды көрсетті. Балалар кітапхана ішін тамашалап, өздеріне ұнаған кітаптарды қарап шықты. Кейбір оқушылар тіпті жаңа кітапқа жазылып, өзіне ұнаған шығарманы оқуға ниет білдірді. Осындай сапарлар арқылы балалардың кітапқа, білімге және оқуға деген қызығушылығы арта түсетіні анық. Бүгінгі күн қорытындылай келе, танымға толы, рухани байлыққа жетелеген ерекше күн болды. Мұражай мен кітапхана баланың ой өрісін кеңейтетін, ұлт мәдениетін құрметтеуге баулитын қастерлі ордалар.